Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Басты мақсат бұл видеода осындай мұздатылған бұрыштан толтырылған бұрыш тағамы қалай болып шығатынын сіздермен бөлісетін боламын. Яғни осындай әдіс тиімді болды ма? Ол үшін бізге 300 грамм тауықтың төс еті қажет. Кішігірім пияз 1 дана. Көз мөлшерімен қара бұрыш және тұз. Жұмыртқаның ағы 2 дана. Және жартылай піскен күріш қажет. Тағамның дәмін келтіру үшін укроп қосуға болады. Дайын массаны бұрышқа саламыз. Бұрыштарымызды пісіріп алу үшін енді подлив дайындаймыз. Әбден пиязды қуырып аламыз. Сәбіз қосамыз араластырып. Және де тәтті қызыл бұрыш ол бір ерекше дәм береді тағамға. Әбден араластырып, қара бұрыш қосып, томат пастасын қосып, араластырып, су қосатын боламыз 1,5 литрдай. Суымыз қайнағаннан кейін картоп, укроп пен петрушка және сарымсақ қосып, біздің дайын толтырылған бұрышты қосып, баяу отта жарты сағат пісіретін боламыз. Мінекей осындай болып шықты. Осындай әдістің бірі уақытыңызды үнемдейді, бірі орынды үнемдейді. Таңдау өздеріңізде. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.